Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Қазақ Реал. Бүгінгі видеода мен мынандай хоррор ойынды ойнайтын болам. Бұны әлі ойнап көрмегем. Мен дейтін поискқа хоррор деп жаздым. Осы ойын бірінші болып шықты. Бірінші болып шықты осы. Осы ойнайын деп жатырмын. Бір адамдыққа кірдім, бір өзім ойнаймын. Был близко к концу года дейді. Жыл соңына азғантай қалған еді. Ауа райы жылы болған еді. Менде соңғы экзамен қалған еді. Менің родительдерім тойға кетіп қалды. Мен үйде бір өзім қалдым дейді. Үйде бір өзім. Я был в разгаре изучения, когда мне пришлось. Так, туалетке барам. Ойынды бір жақтан көрген сияқтымын жаңа терезенің өзіне. Терезеге қарау қорқынышты ғой. Скример шықпайтын шығар. Так, есікті ашамыз. Мен Roblox негізі ойнамаймын. Так. Қорқып жатырмын мен. Өзім көріп шошып кеттім мына айнадан. Мен қандай краш бұна. Айна сынып кетпесе болды енді. Так, отырдық туалетке. Сасып кетті ғой. Мынауың қалай шығады. Я всегда люблю максимализировать. Мен үнемі тамақты көп жедім и осындай жағдай болатын еді. Қатты тышып. Тазалайын ба? Кнопка болатын еді, төбеде. Не жоқ. Өлі. Кете. Пугайт. Всех дейді. Бір нәрсе көрсем осын басып қалам ба сонда? Шық деп. Так, не істейміз? У меня был плохой... Мен туалет тазаламайым дейді. Ұмыт кете бердім дей ма туалет тазалауды? Туалет тазалауды ұмыт кете беретін едім дейді. Әдетім бар дейді. Туалет таза. Енді есікті жабамыз. Не істейміз? Так, посмотрим телефон. Мен не хабару керекпін ғой. Так. Мен уже қорқып бастап жатырмын үйде бір өзіммін үйде. Еще мынандайлар жоқ. Да, дейді. Тот, у которого есть синяя лампа. Синяя лампа. Яқа кірем ба сонда мен? Свет жақпай ма не? Свет жанбайды. Өлі, ана кім? Ана біреу қарап тұр, кім анау? Өлі. Жүріп жатыр ана. Анау ма? Зәт. Мен что-то қорқып бастап жатырмын. Өлі. Мен мынаны бітіре алмаймын ау. Так, не дейді? Сен уже таптың ба дейді бағана мен алған затымды. Мен таптым. Мен қазір барам. Мен қазір барып оларды алам дейді. Я оставлю их на столе. Столға қойып кетем дейді. Скример жоқ та, бірақ қорқыныш сонда да. Алғам. Положить. Так, аламыз.
Былайынан қойып қойдық па, жерге. Ой, я забыл мусор на кухне. Мен кухнядағы мусорды алуды ұмытып кетіппін дейді. Ала саш деп тұр ғой маған мусорды. Өзін алып кете бар. Так. Жарайды, алайық. Жай жүретін ойы. Так, кухня, мусор. Мусорған кухня. Міне. Вот таптым, так, аламыз. И наған сап қойсаң алып. Далаға шығу керек па? Реально ма далаға шығу керек па шынымен? Мен дал... Телефон лақтыр жерін отат. Әттен әлет. Үсіп шығу керек бай. Сен доставщиксің дұрыс па? Солай шығу керек па? Маған күліп қарап тұр ғой. Сәл арырақ тұрсайшы есіктен, Ой, я не знал заказ. Ваша доставка для одной средней. И? Мен пиццаны заказ бермедім дейді. Сен не алып келіп тұрсың онда? Алам ба? Алдым ал. Кет бар. Есік жауып жүрінші. Так, ешнәрсе шықпайды деген ойдамын мен. Так. Положить на стол. Деген жоқ екен менде. Мен пиццаны ысытқым келді. Мусорды қаяққа қойдым? Анау. Бір нәрсе шықса бар ғой. Мен дайындалып тұрамын, қазір айқайламаймын. Шықпаш. Сесте состави кіргім келіп жатыр. Бол. Так, қойдық. Ешек кет бар. Даже қорқынышты бар ғой. Право. Мне нравится. Маған телевизор тамақ ішіп отырып телевизор көрген ұнайды дей ма? Алма? Сіз отырдық ал. Ғырт. Мен ашқарықпан емен. Қой. Сообщение келді. Мақұл, ертең мектепке әкелем. Келмейтін болма анау сонда.
Алхимизм болды, короче, мен бір досым. Қандай? Джайт шамфо. Шамок кімейтін болды, шамок. Ур. Теппе. Қаттырақ ұру керек еді негізі. Сообщение келді тағы. Скример шығады. Так, дауысын бағырт қойдым бекер. Мынау ма? Үшіне ашу керек па? Есік жабылып қалды. Өлі. Есік өзімен өзі жабылып қалды. Примерно ананы ашқан кезде бағана бір адам жүріп өтті ғой. Сол үйге кіріп кетті ғой примерно. После завершения дома. Мен оқуым келді дейді ары қарай. Хорошо, ладно, спасибо, сладкий, не забывай учиться для экзамена. Да, не важно, я понял. Мақұл, жарайды, деді. Істедім дейді. Жарайды, істедім. Рахмет, сладкий, тәттім. Экзаменге дайындалуды ұмытпа дейді. Уайымдама, түсіндім. Сонда ертең типа экзамен, неғып жалып қалды есік өзімен. Қандай звук. Біреу үйге кіріп кетті. Соны білемін. Я не смог. Шақ, телевизорды өшіру керек еді маған. Бағана өшіруме болатын. Қайттан түсу керек. Бағана өшір салу керек. Е-мое, жаман қорқып жатырмын маған. Так, оқып жатыр кітап. Кітап оқып жатыр. Беттің бәрі шық ашып. Болды, кітап оқып біттім. Бір 12-ден 42 кетті. Утро. Я закончил. Мен оқып біттім. Мен 1-2 сағаттан кейін оқып біттім дейді. Есік ашық еді ғой. Есік өзімен жабылып қалды. Сағат жоқ па, неқта көретін? Сообщение. Сегодня уже бір күн өтіп кетті. Қатты кеш ұйықтама деп жатыр ма? Саған жақсылап ұйықтау керек. Егер экзамен жақсы тапсырғың келсе, саған мықты ұйықтау керек дейді. Мақұл. Ұйықтау дейді, мен қорқынышты ғой. Түнгі сағат 1:00-де ма? 1-ден 3 кеткенде. Холодильникке шейін түсу керек, еще қап-қараңғы. Е-мое. Барған сайын. Неғып спрятаться дейді. Бәле шығады ғой. Тас қараңғы.
бүйттім да намахатқам. Холодильникте свет болатын сияқты негізі. Ма тамақ көп қой мынаяқта. Ма қарбыз жемедік па алынбай ма? Нан дейді. Қарбыз бар екен, мынаяқта не капуста, помидор, су көп қояды, мұздай. Кайф қой. Как раз күн ыстық болып тұрған еді далада. Далада күнде аман ыстық. Кеттік ал. Скримерлер прям көп шығып атқан жоқ, бірақ нормально. Яқта тығылу деген тұр, содан қорқып тұрмын. Біреу артқы есікті тоқылдатты. Біреу есікті тоқылдатты. Артқы ма еще? Кім анау, Кетті. Не істеватсың дворда, Менің дворым бұл, менің үйім. Привет, мальчик. Кімсің сен, Ешек деген қосып қойып көреді. Кімсің сен? Мен бұндай досым жоқ, конкретно айтайын. Мен саған ұқсайтын досым жоқ деп жатыр. Дәуәріп болып кетті мынау, байқасаңыздар. Бай, өліп қалдым ба мен? Қашу керек пе? Мен ұтылып қалдым. Мен неге нежданшық болып қалдым, вообще түсінбей қалдым, не болған, Короче, осымен видео бітті. Видео ұнаған болса арнаға тіркеліп, осы видеоға лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Құлап қалғаным ше. Тағы келесі видео примерно айтайын, тағы хоррор болатын сияқты негізі. Короче, бітті осымен. Давайте.